Оңтүстік Калифорния университетінің ғалымдарының зерттеуінше, ораза жас адам түгілі қарт адамдардың да иммундық жүйесін қалпына келтіреді екен. Ол ағза жасушаларына жаңа ақ қан клеткаларын шығара бастайды. Ал ақ қан клеткаларының негізгі қызметі инфекциямен күресу екені белгілі. Сондықтан да кейбір дәрігерлер химиотерапия қабылдаған адамға ораза ұстауға кеңес береді. Сонымен қатар ораза ұстау арқылы адамның жүрегінің жұмысы жақсарады. Бір ай бойы ол былай қарағанда демалады. Мидың жасушалары да жақсарады дейді. Мидың жұмысы жақсарған сайын адам баласының көңіл күйі көтеріледі. Аштық арқылы осы холестериннің мөлшерінің азаюын себебінен аурулардың алдын аламыз. Немесе бір ыдысты шлактан тазартқан сияқты бізде денеміздегі осы токсинді осы ораза арқылы біз тазартады екенбіз. Оразаның пайдасын дәлелдеп Нобель сыйлығын иеленген жапондық Йосинори Асуми ашығу, яғни ораза ұстау расында ішкі ағзаны тазалайтынын дәлелдеген. Ғалым тәжірибе жасау арқылы аутофагқа жауап беретін гендерді шығарды. Оның сөзінше аутофагия ағзаны ерте қартаюдан сақтайды. Тіпті жаңа жасушалар тудыратындықтан ағзаны жасартуы да мүмкін. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Аш қалумен сол аштық кезінде тамақтар толық қорытылады. Немесе тамақ болмаған соң іштегі май секілді нәрселер өзін жеп қорытып сыртқа шығады. Сонымен қатар бұл жерде мынау денедегі сұйықтық мөлшерінің де балансыны жүйелендіреді. Нақты ғылыми деректерге жүгінсек, ораза ұстаған адам алдағы бір жылына жететін қуат алады екен. Тек басты назар аударатын жайт. Аузажар уақытында асқазанға ауыр тамақтардан бас тартқан жөн. Күйген нәрсемен, немесе қуырылған нәрсемен ауыз ашуға болмайды. Өйткені аш қарынға күйген нәрсе қиындау. Демек, бірденнен тойып алу емес, ол жерде бір-екі құрмамен, немесе су ішіп, шөлімізді қандырып, кейін намазға тұрамыз. Осындай арада бір үзіліспен ыстық тамақта да сұйық тамақтар болса, сұйық тамақ. Ал енді мұны сәресіне қарай дұрыстап, жақсы бір тамақты жеп, ішіп, ауызды бекіту керек болады. Оразаның пайдасын зерттеген неміс зерттеушілері екі-ақ сөзбен пышақсыз операция деп атаған екен. Ал батыстық зерттеуші Жозеф Чепач ораза туралы мақала жазу үшін бір айдан астам уақыт ораза ұстап көрген. Оның пікірінше, ораза ислам мемлекеттерінен тысқары елдерде де өте тез тарауда. Әрі аурулардың алдын алу үшін науқастарға ораза ұстау керегін айтатын дәрігерлердің саны да күн өткен сайын көбейе түсуде. Мінекей, біздің бейнематериалда жақсы ақпараттар берілді. Қазақстан Республикасының діни басқармасының өкілі де айтып жатыр денсаулыққа пайдалы екенін. Енді сіз диетолог маман ретінде айтсаңыз, жалпы ашығудың ораза кезінде осы бір ай бойы біз тамақтан өзімізді, аузымызды тиямыз ғой. Қандай нәтиже аламыз? Жалпы ең бірінші ораза деген кезде адамдарда ассоциация бар. Кешке дейін аш жүру, немесе ораза ол парыз. Қаласан да қаламасан да ұстау керек деген түсінік бар. Бірақ оразаның пайдасына тереңнен үңілсек, адамдарда қосымша шабыты пайда болар еді. Оразада қандай процесс болады? Ағза өздігінен тазарады. Детокс дегенді қазір көбісі естіді, қазір ағзаны тазарту. Сәнді сөз. Детокс, яғни ағзаны тазарту. Арнайы адамдар басқа уақытта шығатын болса, ораза уақытында жаңағы Йосинори Асумидің Нобель сыйлығына ие болғанын айттық қой. Ол кісі ағзаның өздігінен жасаратын, өздігінен тазаратын дәл осы ашығу кезінде екен дәлелдеген. Яғни ол осы ораза уақытында. Демек, оразада біздің әрбір клеткамыз жаңарады. Егер бір ай бойы дұрыс тамақтану принциптарын ұстанып, дұрыс тамақтанып, дұрыс су ішіп, ағзаны қатты ашықтырмай, дефицитке түсірмесек, яғни витаминдерді қатты шектемей, дұрыс тамақтанатын болсақ, онда бір айдың ішінде жаңа туған сәби сияқты адамның ағзасы толығымен жаңарады. Жарайды. Гүлайым Болатқызы, сіз не қосасыз? Мен толығымен келісемін. Рахмет сөз бергеніңізге. Толығымен келісем. Бір қосатыным осы ғылыми түрде неге жаңарады, неге жасарады, ағза. Жасушамыз неге жаңарады деуі мүмкін ғой. Біз жыл сайын қартаямыз, Ол сонау Америкада 30 жылдардан бастап ғылыми зерттеуге алынған. 29-33 жылдар арасында ол жерде кәдімгідей ашығу кезеңі болған, сыртқы факторға байланысты. Және де сол факторлардың әсерінен көп адамдардың өмір сүру ұзақтығы
ұзарды деген мәлімет келді 6 жылға дейін. Сонда ғалымдар ойлана бастады, ол неге екен. Сол кезде зерттей бастағанда шынымен де ашығу бізде көптеген жаңағы немізді өмір сүру ұзақтығын ұзартады екен. Және де тағы бір мәлімет бойынша инсулин тәрізді өсу факторы бар бізде. Ол инсулин тәрізді фактор негізі өсу гормон соматотинге ұқсас гормон болып табылады. Және де ол дифференцировка, яғни любой біздің өзіміздің ағзамыздан кез келген жасушаның былай бір-біріне бөлініп көбеюіне жауап беретін гормон. Егер біз үздіксіз жыл сайын тамақ іше берсек, ол гормон жаңағы рак және ісік аурулар мен диабет ауруларында, яғни оны біз көбінесе жас келгенде үлкен кісілерде болатын аурулар деп айтамыз, иә. Сол аурулар сол ИФР-дың, яғни инсулин тәрізді өсу гормонының үздіксіз бөлінуден жұмыс жасай бергенсіз шаршайтын болып тұр ғой енді. Ал ашығу, қарапайым тілмен айтсақ. Дұрыс айтасыз. Ал ашығу кезінде сол инсулин тәрізді гормонның өсу факторының тежейді, сол функциясы тежеледі. Яғни ол уже біздің организмде поломка, яғни жасушаның кейбір жасушалар өзінің бүтіндігін жоғалтқан кезде сол именно патологияға ұшыраған жасушаны нете бастайды, жаңарта бастайды. Яғни соның арқасында біздің оразаның маңыздылығы организміне ол жаңартады, өмір сүру жаңағы жасын ұзақтырады, және де біздің рак және ісік аурулар мен диабет ауруларына шалдығуға кішкене кері әсерін, алдын алады, кері әсерін тигізеді.